Сәлем достар, сіздермен бірге астрономия және технология каналы. Және достар, бүгін сіздермен бірге жерге жақын нысандарды зерттейтін боламыз. Жерге жақын нысандар, жерге жақын табылған ғарыш денелері. Осы денелердің кейбірі астероидтар, ал кейбірі кометалар және метеориттер болуы мүмкін. Ғалымдардың ойынша бұл нысандар басқа планеталардың гравитация itергеннен соң жердің маңына енген. Егер де осы нысандар жер орбитасын кесіп өтетін болса, бұл жердің тіршілікке үлкен қауіп төндіреді. Атира, Атеналар, Аполлондар, Аморалар, Атиралар орбиталары толығымен жер орбитасымен бірдей. Олар 163-693 Атира астероидының атымен аталады. Атеналар орбиталары жер орбитасына шамалы кішірек. Олар күнде бір жылдан азырақ уақыт ішінде айналып шығады. Олар 1976 жылы ашылған 2062 Атена астероидының атымен аталған. Аполлондар жердің орбитасы арқылы өтетін. Бұлар жердің бір жылдан астам уақыт ішінде айналып шығады. Қазіргі таңға 1700-ден астам Аполлондар белгілі. Аморалар жер орбитасын сыртынан жүріп жердің айналатын. Олар Марс орбитасын кесіп өтетін. 1221 Амора астероид атымен аталған. Қазіргі таңға 1500-ден астам Аморалар белгілі. Зияндылығы ықтималды астероидтар. Зияндылығы ықтимал астероидтардың диаметрі 198 метрден үлкенірек. Олар жер орбитасында қауіп төндірер жақындықта айналып астероидтар. Бұл астероидтардың келесі 1-2 ғасыр ішінде жермен соқтығысу қаупі бар. 4179 Таутатис 2004 жылы жерге өте жақын келді. Ол тек 0,0104 АБ қашықтықта, яғни жер мен айдың ара қашықтығынан тек 4-ақ есе үлкен қашықтықта өтті. 2008 жылдың 9 қарашасында тағы да жерге жақын 0,0502 АБ қашықтықтан өтті. Таутатис ең алғашқы рет 1934 жылдың 10 ақпанында байқалған. 999-42 Апофис 999-42 Апофис 2029 жылы жерге өте жақын жерде өтуі мүмкін. Жерге жақын астероид. Ғалымдардың ойынша астероидтың пішіні шар тәрізді және салмақ тығыздығы 2,6 грамм сантиметр 3 квадратқа тең. Астероид 2037 жылы жерге жақын ұшып өтуі мүмкін, бірақ жермен соқтығысу мүмкіндігі аз. 433 Эрос S-типті астероид. Бұл 1036 Ганимедтен кейінгі екінші үлкен жерге жақын астероид. Астрономдардың ойынша бұл астероидтың диаметрі 9 километрден артық. Астероидқа 2001 жылы Нейр Шумейкер станциясы барып қайтты. 3362 Куфу 3362 Куфу ұлы Египет перғауыны Куфудың атымен аталған жерге жақын астероид. 1036 Ганимед 1036 Ганимед жерге жақын ең үлкен астероид. Оны 1924 жылдың 23 қазанында неміс астрономы Уольтер Ватт ашты. Бұл астероидтың пішіні шар тәрізді, диаметрі шамамен